Biz Murajayga geldik. Geldiңіздер, Murajayga hoş geldingizler balalar. Balalar mында қараңдар şimdi. Mına ne? Sadak. Oğa. Sadak atı oyun ұнай ма сендерге бала? Жақсы. Sadak atı орталығына барамыз е балалар? Барайық па балалар? Сол орталықта сендерге sadak atуды үйретеді. Kеттік онда балалар. Agay, sadak atуды үйренуге келдік біз. Кендер онда мен сендерге үйретейін. Садақ туралы кішкене айтып өтейін сендерге, иә? Садақ дегеннен бұрында көне заманнан келе жатқан қару. Бұл аңды жайлатып салу үшін арналған. Сондықтан бұны жай деп атайды. Мынау негізі садақтың негізі деп аталады. Мынау адырнасы. Мына жері кезі деп аталады. Адырнаға жебені саламыз міне былай. Қарап алыңдар. Адырнаға жебені саламыз. Жебенің кіретін жері болады өзімен. Көрдіңдер ма? Ұстаған кезде міне былай. 2 саусақпен, 3 саусақпен ұстаймыз. Бұл тұрып ату стилі деп аталады. Кемдер атып көрейік онда. Батырлар сендерге садақ атқан ұнады ма? Жақсы. Сендер қандай ұлттық ойын түрлерін білесіңдер? Бесінші, садақ ату, тұз қама, арқаға тартыс, ханталапай. О, бәрекелді. Мен ханталапай деген ойынның тәртібін білмейткен қалай ойнауды тұрман үйретесіңдер ма балалар? Жүндер онда кетті ойнайық. Ал жарайсыңдар балалар, қанеке барлығымыз шеңбер құрып жерге отырайық, иә? Мен сендерге ханталапай ойыны туралы қысқаша айтып өтейін. Ханталапай қазақ халқының көне ұлттық ойындарының бірі болып саналады. Ертеде ата-бабаларымыз 4 түлік малдың ішінен ұсақ мал қойдың асықты жілігінен алынған сүйекті асық деп атаған екен. Асықты жуып, кептіріп, торбаға жинаған екен. Жинаған асықтарын немерелеріне таратып берген екен балалар. Мен ең бірінші ойынның ережесін түсіндіріп айтып берейін не балалар сендерге. Сендер мұқият қарап отырыңдар. Мына дорбаның ішінде бірнеше асықтар бар. Осы асықтардың ішінде қызыл түсті асық бар екен балалар. Бұл қызыл түсті асық хан асығы деп аталады екен. Осы ойын барысында хан асығы кімнің қолына түседі, сол ойынды бірінші бастайды екен балалар. Асықты иіріп жерге түскенде асық түрлі болады екен не түсін? Кәне атаңыз балалар. Жақсы балалар, е? Дорбадағы асықтарды мен ортаға шашамын. Талапай, ойын басталды алақай деп. Сендер талапай деп ортадағы асықты өз қоржындарына жинайсыңдар. Жиналған асықтың ішінен өздеріне бір сақа сайлап аласыңдар, е балалар? Енді ойын барысында осы жаңағы қызыл асық кімге түсті, сол қан асығын алған бала ойынды бірінші бастайды екен. Ойын барысында мына асықты көздеп тигізе алмаған балаға мен тапсырма беремін. Сол тапсырманы орындаса, сол ойыншы қайта асық ату мүмкіндігіне ие болады екен. Мен ортаға асықтарды шашамын. Талапай, ойын басталды. Енді осы қоржындарына жинаған асықтардың ішінен өздеріне бір сақа сайлап аламыз, е балалар? Сақамызды сайлап алдық, қалған асықты ортаға күнтізбеге тіземіз. Сол аяғымызды кілемшенің шетіне қоямыз да, оң аяғымызды артқа қарай қоямыз да, асықты көздейміз. Көңнен шыққан артық асықты қоржынымызға жинап аламыз. Қан асығы кімге берді? Қан асығы менде. Жақсы, бірінші ойынды Бекзада бастайды.
Бекзада асыққа дәлдеп тигізе алмады. Бекзадаға тапсырма береміз. Бекзада қандай тақпақ білесің? Асық ойнап өсеміз, семіріп өсеміз. Ұлттық ойын асық қой, бәріміз де көшеміз. Жақсы. Бекзадаға екінші асық ату мүмкіндігі берді. Тағы да көреміз. Жақсы. Асылжанның қоржында бір асық. Қоржында қанша асық бар екен? Санайықшы кәне айтайық. Жарайсыңдар балалар, Ханталапай ойынында бәрің шапшаң әрі үйімшіл болдыңдар. Ойын бізге қуаныш сыйлады, достығымыз жарады. Әрқашанда белсенді, тапқыр болыңдар. Бүгінгі Ханталапай ойынында жеңіске жетіп, көп асық жинаған Асылжанға алтын саққа табыстаймын. Келе ғой Асылжан. Мерген жігіт медалін табыстағым келіп тұр.